Жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасы Шығыс Қазақстанда сәтті жүзеге асырылған дағдарысқа қарсы маңызды шаралардың бірі. Бұл туралы мемлекет басшысының жолдауы аясындағы аумақтық даму туралы брифинг барысында өңір әкімі Даниал Ахметов айтып берді. Өңірде жұмыспен қамту жол картасы бойынша 77,4 миллиард теңгенің 819 әлеуметтік маңызды инфрақұрылымдық жобасы әзірленді. Соның арқасында 21 мың жұмыс орны ашылды. 479 әлеуметтік салада жөндеу жұмыстары жүргізілді. Семейдегі перинаталдық орталықта, Аягөз, Глубокое, Жарма және Олан аудандарындағы орталық аудандық ауруханаларда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар, елбасының студент жастардың өмір сүру жағдайларын жақсарту жөніндегі 5 әлеуметтік бастамасы аясында 1,1 мың орындық 4 жатақхана, оның ішінде жұмыспен қамту жол картасы бойынша 2716 орындық жатақхана құрылысы жүргізілуде.